Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге жел каналы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз Пәкістанда арабтар секілді су алып жатыр. Видео басталмас бұрын арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Маусым айының ортасынан бастап Пәкістанда су тасқыны салдарынан 937 адам қайтыс болды. Олардың 3-тен 1-нен көбі балалар екен. Табиғи апатқа байланысты ел билігі төтенше жағдай режимін жаралады. Өз кезегінде Шахбаз Шариф бірқатар шетелдік дипломаттармен және түрлі ұйымдардың өкілдерімен кездесті. Оның айтуынша, 2010 жылмен салыстырғанда биылғы су тасқынының күші жойқын. Алайда ол кезде 1700 адам бақилық болған. Пәкістан билігі табиғи апатты соңғы 10 жылдықтарда ең ауыр гуманитарлық апат деп атады. Судың ағыны 170 мыңнан астам үйді бүлдіріп, жолдар шайылған. 170 мың үй, сонда 170 мың отбасы десек те болады. Судың күштілігі соншалық 150-ге жуық көпір қираған, ал кейбір аудандарда су азая бастаған. Осы жағдайға байланысты Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістанға көмек көрсету үшін $3 миллион бөлетін болды. Пәкістан елінде жауын-шашын маусым-шілде айларында басталатын еді. Алайда биыл бір ай ерте келіп, мамандар дайын болмай қалған. Салдарынан 3 ай ішінде тасқыннан мыңнан аса тұрғындар қайтыс болған. Айта кеткендей, Біріккен ұлттар ұйымы $3 миллион төлейтін болды. Алайда жергілікті билік мұның жеткіліксіз екенін айтып, халықаралық қауымдастықтан көмек сұрайды. Өйткені кейбір өңірлерге адам аяқ жете алмайды. Қатынас үзілген. Бұл көз жұмып қарайтын жағдай емес. Бұл өте сұмдық нәрсе. Пәкістандықтар арабтар секілді қиын сәтте бұл табиғи апаттар ешқашан елімізде болмасын деген оймен видеоны жалғастырайық. Құтқарушылар тұрғындарды қайықпен эвакуациялауға мәжбүр. Судың ластануы салдарынан балалар арасында түрлі ауруларды көбейген. 170 мың үйдің күлі көкке ұшқан. Кейбір өңір тұрғындары сусыз және жарықсыз отыр. Біздердің үйлерімізде бір күн жарық, су болмаса күн көру қиындап кетеді емес пе? Не істерімізді білмей, үйден берекет қашады. Ал оларға 10-15 күн бойы жарық, су болар емес. Басқа өңірге барайын десе, әп-сәтте су тасқынында болуы мүмкін. Ал синоптиктер жаңбыр әзір басылмайтынын айтады. Жаңбыр бар жылдамдықпен әлі де жауып жатыр. Тасқын салдарынан құбырлар бүлінген. Осы Пәкістанда тұратын адамдардың сөзі. Биліктен еш көмек жоқ. Үйім қирап қалды. Ішіндегі дүниенің бәрі бүлінді. Су тізеден келеді. Жаңбырдың басылатын түрі жоқ деп айтып жатты. Сонымен достар, бұл ақпаратқа қатысты не айтқыңыз келеді? Өз ойыңызды ұялмай айта берсеңіз болады. Пәкістанның болашағы не болмақ? Оларды тағы не күтіп тұр? Барлығын алдағы уақытта білетін боламыз. Сондықтан бізді жоғалтып алмас үшін арнаға жазылып лайк басып қойыңыз және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі шыққан видеомызға бірінші болып көріп тамашалай аласыз. Сіздермен бірге болған жел каналы, келесі видеомызда көріскенше.